Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге адам энергетикасы туралы айтатын боламын. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Адам энергетикасының күшін керемет магнит деп айтуға болады. Әсіресе әйел энергетикасы. Мысалы, бір әйелдер болады, үнемі жадырап, жайнап жүреді. Той-томалақ болса, соның қақ ортасында жұрттың бәрінің көңілін көтереді. Билейді, күледі, ән салады. Осы сен шаршамайсың әйтеуір деп жатамыз ғой. Мұндай әйелдердің тартылыс күші керемет. Олармен кездескің келеді, сөйлескің келеді. Тіпті вечер жасағанда олар келмей қалса, кеш түк те қызық болмай қалады. Олар қиналса да білдірмейді, мойымайды, сынбайды. Ал егер сіз тез шаршайтын болсаңыз, көп ұйқыңыз келе беретін болса, сізде энергия тапшы. Сәл мұңайсаңыз, өзіңізді бақытсыз сезінесіз, тез жеңілесіз. Сіз өзіңіз байқай бермейтін де боларсыз, бірақ бәрі сізден қашады. Себебі сіз маңайыңызды шаршатасыз. Сізде позитив жоқ, сізде энергия жоқ. Күшті энергия құпиясы қарапайым күнделікті дағдыларда. Әркім өзіне ыңғайлы спорт түрімен айналысуы қажет. Аса қиын жаттығулар мен биік меже қоюдың керегі жоқ. 30 минут таза ауада серуенде және 10 минут жүгір немесе жаттығу жаса. Бұлардың барлығын көңілдене жүріп жасаған жөн. Дұрыс тамақтану, ағзаға жағатын сіңімді ас ішуге басты назар аудар. Ішіп жеп алып артынан ауырлық тудыратын асқа жолама. Биологиялық жасың туралы ұмыт. Өзіңді қаншадамын деп сезінсең, сонша жастасың, және энергияң да сол деңгейде болады. Кез келген жаста құр аттай шапқылап жүру әр адамның міндеті. Таңертеңгі және кешкі мезгілдерде әркімнің өзіндік рәсімдері болуы керек. Дағдыға айналған рәсімдер өмір сүру салтында қалыптастырады. Таңертең күшіңді еселеп, ішкі қуатыңды арттыратын іспен айналыс. Ал кешке жаратқанға алғыс айтып, бір сәтке ішкі үніңді тыңда. Өз-өзіңе қысқа да нұсқа да есеп бер. Бұл күшіңді еселей түседі. Біз энергияны қайдан аламыз? Табиғаттан, судан, күннен, баладан, қуанышты сәттерден, спорттан аламыз. Ал еркектер энергияны тек қана әйелден алады. Сондықтан энергиясы көп әйелдің күйеуінің жолы болғыш келеді. Ал ренжу, мұңаю, жылау, ұрысу энергияны құртады. Депрессия барлық күш-жігеріңізді суырып алады. Әсіресе ер адамға жиі ренжитін әйелдерде энергия дефицит болып тұрады. Ренжіп келе жатсаңыз, дереу шомылыңыз. Салқын суды көбірек ішіңіз. Энергияңызды үнемдеңіз. Керісінше жинаңыз. Көңілді жүрген адамдармен жиірек кездесіп, энергия жинаңыз. Қонаққа шақырса, ойбай шаршап тұрмын демеңіз. Шақырған жерден қалмаңыз. Көптеген адамдар энергияны қайдан алуға болады деген сұраққа қызығушылық танытады. Достар, айналамызда энергия жеткілікті. Айналамыздағының бәрі жай ғана энергияға қанық. Біздің әлем энергиядан тұрады. Көптеген адамдар адам батареясының бір түрі және энергияны жинақтай алады деп қателеседі. Шындығында бұл мүлде олай емес. Адам энергияны жинақтай алмайды. Ол оны тек өзі арқылы өткізеді және мәні бойынша өткізгіш болып табылады. Біз тек сәттілікке ғана емес, сәтсіздікке де қуануымызды үйренуіміз керек. Егер біз өмірде не қалайтынымызды нақты білсек, сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігі аз. Өйткені сәтсіздіктер жолдағы кезекті бұрылыстан басқа ештеңе емес. Ғалам бізге түсінбейтін нәрселермен күресуге көмектеседі. Біздің физикалық қуатымыздың маңызды бөлігін, сондай-ақ рухани энергияны біз басқа адамдардан аламыз, бірақ оның таза түрінде емес. Біздің эмоцияларымыздың, ойларымыздың, сезімдеріміздің, басқа да адамдармен қарым-қатынасымыздың өңделген энергиясы түрінде. Яғни адам энергияның эмоционалдық және рухани құрамдас бөлігінің бір бөлігін физикалық күйге өңдейді. Жасыратыны жоқ. Жағымды эмоциялар адамға жағымсыз әсерлерге қарағанда әлде қайда көп нәрсені жасауға көмектеседі. Спорт, жаттығу, массаж, тыныс алу жаттығулары және тағы басқа.
ойлар энергияның үлкен көзі. Полярлық заңға сәйкес оң және теріс ойлар бірдей күшке ие, бірақ біріншісі дененің жалпы энергиясының айтарлықтай артуына ықпал етеді, ал екіншісі өмірлік энергияның айтарлықтай ағып кетуіне ықпал етеді. Біз тек сәттілікке ғана емес, сәтсіздікке де қуануымызды үйренуіміз керек. Егер біз өмірден не қалайтынымызды нақты білсек, сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігі аз. Өйткені сәтсіздіктер жолдағы кезекті бұрылыстан басқа ештеңе емес. Ғалам бізге түсінбейтін нәрселерден күресуге көмектеседі. Адамның өмірлік энергиясы неғұрлым көп болса, оның өмірін өзі қалағандай құру үшін соншалықты әлеуеті мен мүмкіндіктері болады. Дәлірек айтқанда, адам өмірдің қалаған бейнесін анық елестете алу үшін, немесе өз өмірін өзі тереңірек түсіну үшін орасан зор энергия